Қолыңызды жууға тиісті 10 түрлі істі білесіз бе? Бұрын соңды назар аудармаған боларсыз. Енді біле жүріңіз. Бірінші, газет оқығаннан кейін қол жуыңыз. Баспа майының құрамында этил спирті, изопропил спирті, толул қатарлы органикалық еріткіштер болады. Бұл заттардың қалдықтарының өзі адам денесіне зиянды. Екінші, таңертең сүтті немесе газетті почта сандығынан алғаннан кейін сүт сандығы, газет сандығы қатарлы орындарда бактериялар мол болады. Үшінші, сыртқа шығып оралғаннан кейін қол жуу керек. Сыртқа шыққанда қолыңызбен әлеуметтік орындардағы есік тұтқасы, лифт сүйеніші, лифт батырмасы қатарлы дүниелерді ұстайсыз. Бұл жерлерде бактериялар мен вирустар көп, әрі лас болады. Сондықтан сыртқа шығып оралғаннан кейін алдымен қол жуып, онан соң басқа істерге кіріскен жөн. Ақша әмияны немесе ақшаны алғанда банкоматты пайдаланғаннан кейін қол жуу керек. Сырттан тамақтанғанда мәзірді қарап, асқа тапсырыс беріп болғаннан кейін қол жууды есінен шығармаңыз. Өйткені мәзір көп адамның қолынан өтеді және ол ұзақ мезгіл ауыстырылмайды. Алтыншы, компьютерді, тінтуірді, телефонды пайдаланғаннан кейін қол жуу керек. Бұл заттарды адамдар үнемі елеусіз қалдырады. Алайда бұлар үнемі пайдаланатын ластануы ең ауыр заттар. Жетінші, киімді жайып болғаннан кейін қол жуыңыз. Сегізінші, қолыңызбен аузыңызды басып түшкірген соң немесе жөтелген соң қолыңызды жуыңыз. Тоғызыншы, үй хайуанаттарын қолмен ұстағаннан кейін қолыңызды жуып, хайуанаттарда болатын жұқпалы аурулардың алдын алыңыз. Оныншы, сәбилердің жайлығын ауыстырған соң науқастардың төсек орнын жөндегеннен кейін немесе заттарды тазалағаннан кейін қол жуыңыз.